Жалған уәдемен биліктің өтірігі әбден өтіп кеткен қоғамға бір сәлем. Әңгіменің тегін ағытпас бұрын арнаға жазылып қоңырауды басыңыз. Әр тіркелуші менің жалғызым. Түркиядағы жойқын апат жаһан жұртының жағасын ұстатты. Мыңдаған марқұм адам табиғаттың емес, жемқор жүйенің құрбаны болды. Құлқынның қамы үшін құрылыс сапасына көз жұма қараған жәндік шенеуніктерінің салғырттығы болмағанда қаншама жанның көрер жарығы бар еді. Жарық жанғанда тарақанша тымтырақай қашпақ болған атқа мінерлерін билік ұстап, қолдарына кісен салды. Оларды соттағанмен, әй, одан не қайран. Сен қой қойыларсыңдар, ответ всегда дайын. Қаңтардағы жарасы әлі жазылмаған Алматымай, сенде Түркияның кебін кимесіне кім кепіл? Жер сілкінісі болмай жатып, іргесі үгіліп, қабырғасы қақырап жатқан қағаз үйлерін қаншама. Мына жарық бағана болмаған таңертеңгісін. Қазір көріп тұрмыз, уже свежий болып тұрды мына. Балалар үшін қорқам бар, 5 балам бар. Мына шытнаған, ал енді фундаментті жаңағы елдер келіп айтады, мына фундаментті қисайып тұр. Вот трещины появились. До этого не обращали внимания. Сказали, дом искривился. Алматының алғашқы әкімі болған Заманбектің уақытындағы заман қандай еді? Жемқорлықтың жайылуына жол бермеді. Одан кейін билікке келген Храпунов қаланың құн жынын шығарды. Алматының алмасы өскен бөктерін сатып, қапшықтап ақшасын жинап, елден тайып тұрды. Кеше мен қорқып кеттім, қарадан қарап мені айғақым жоқ, мен неге бар. 2004-те тізгінді Иманғали Тасмағамбетов алды. Алаңсыз түтінін түзу түтеткен шаңырақтың шаңырағы соның тұсында шайқалды. Жарықтық Арон Атабековті қорқау жүйе зынданға тастады. 2008-де елдің есінде несімен қалды деген сұраққа жетелейтін Ахметжан Есімов әкім болды. Қалада болғым келмейді, сондықтан да сыртқа шығып кетем. Тәуелсіздік күнімен тұспа-тұс келген туған күнінде қалада болғысы келмейтін атқамінердің Алматының қауіпсіздігіне бас қатыр дегенге сену ессіздің тірлігі. Ән айтып, думандатқанды жақсы көретін Есімовтың тұсында Алматыдағы саны көп, сапасы жоқ құрылыс көбейе түсті. Ол эстафетаны одан кейін Бауыржан Байбек алды. Халық арасында Бардюрбек деген ат танылған дөкейін әйтеуір асфальтты қырып төсеудің шеберет. Айдағаны 5 ешкі, ысқырығы жер жарған бұл шенеуніктің қазір қай елде шегірткедей шырылдап, қашып пысып жүргені өзіне аян. Бұлай қарайын жоқ, ешіктің астына қарайын жоқ, исчез. Қисайған, құлағалы тұрған үйде күн кешкен, сағы сынған қара халықтың еңсесі Сағынтаев келгенде көтерілеме деген ой су сепкендей басылды. Бұл да нақты мәселеге келгенде мәймен күлеп, еш нәрсені маңдатпады. 9 қабаттық үй қисайып қалды. Осы аудандағы бірінші үй емес бұл қисайған. Біз сонда өмірі қорқынышта өмір сүру керекпіз бе? Талқылап жатырмыз. Жақын орақта сол өздеріңізді жинап шешімін айтатын боламыз. Халықты жинамақ түгілі Алматының астан кестені шыққан қанды қаңтарда Сағынтаевтың ел алдына шығуға духы жетпеді. Енді оның орнына тышпаған төбесі қалмаған Ерболат Досаев келді. Бұрынғы әріптестердің былығын қалпына келтіруі екі талай. Я не собираюсь отвечать вам. Каким не буду отвечать, пожалуйста. Төтенше жағдай министрлігі Алматыда алда-жалда жер сілкінсе 30% үйдің жермен жексен болатынын жасырмайды. По прогнозным данным, при катастрофическом землетрясении 9 баллов и выше, возможное разрушение до 30% жилых зданий. Бұл Ақордамен ресми бекітіліп, азайтылған статистика. Ал іс жүзінде Алматының жартысынан көбі қираса не болмақ? Жоғарыда айтқан қай әкім жауап береді? Апаттың алдын қалай аламыз? Қарқан басының қамын ойлаған биліктің роботтары ойланатын, әрекетке көшетін уақыт жетті ғой. Малдың әлі айтары көп. Арнаға жазылып, чаттарға тарады.